жоғалып кетсей. Саламатсыздар ма қыздар? Жалпы біздің курста жекеме өте көп сұрақтар келеді. Қандай тігін машина алғаның дұрыс? Қымбатысы жақсы ма, арзаны жақсы ма, ішінде оверлогы бар ма, жоқ па деп өте көп сұрақтар келеді. Сондықтан мен сіздер үшін осы видео түсіріп, айтатын боламын, қандай машина жақсы үйрену үшін. Жалпы тігін машина алған кезде сіздерге қымбатысы қажет емес. Ең бастысы сіздерде түзу тігіс тігетін функциясы болу керек, зигзаг операциясы болу керек, осындай трикотажный строчка болғаны жақсы да. Сосын автомат, полуавтомат, осындай ілгек тігетін операциясы болу керек. Мына жерде ілгек тігеді, мына жерде де сол операцияны жасайды. Аса көп операция қажет емес. Сосын айтатыным, кәдімгіде тігін машинада оверлок операциясы жоқ. Оверлок бөлек жүреді. Оверлок жайлы біз отдельно видео түсіреміз. Ең бастысы бізге түзу тігіс, сосын зигзаг операциясы керек. Сосын оқыған кезде описанияда трикотажный тігіс немесе стричевый тігіс деген описанияда болу керек. Сосын жұқа матаныда, қалың матаныда бізге алатын болу керек. Мен өте көп жақсы көретін, ең жақсы көретін брендім ол Жаноми тігін машинкасы. Өте қазір сатылымда да көп жүреді. Сосын мынау ішіп қоятын неміз темір болған дұрыс та, қысмасы емес, мына темір болған дұрыс. Тігінге қатысты лапкалардың бәрі бар. Потайной замок тігетін лапкасы, петля тігетін лапкасы бар, сөкіштері бар, қосымша шөрнектері бар. Сондықтан осындай комплектацияда жүреді. Одан басқа лапка алудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Оқандарыңызды лапкасы өзінен өзі көтеріледі. Лапкасы түседі, лапкасы көтеріледі. Сосын мына жерде өзі жіп өткізетін функциясы бар да, қосымша. Егер де кішкене көздеріңіз нашарлау көретін болса, осы функцияны қосымша ретінде алсаңыздар болады. Өзі өткіз. Жалпы осы қымбат тігін машина алудың қажеті жоқ. Ең бастысы өздеріңізге үйрену үшін керекті функциялар болса болды.